Шөже Қажаубайұлы 1808 жылы Көкшетау облысының Қызылтау ауданында кедей шаруа отбасында дүниеге келген. Ол қазақ ақыны, жыршы. Сонымен қатар ақындықпен бірге әншілікпен композиторлықта тең игерген өнер иесі. Шөженің әкесі құлдықта, шешесі күндікте өткен адамдар. Ақынның өлең шығаруларына жас кезінен ақ байқалған. Бала кезінен аурудың салдарынан зағип болып қалған. Ол өзінің суырып салма төкпелігімен ауылдағы бай адамдардың екі жүзді зұлымдығын жұрт алдында әшкере етіп, адамгершілікке жат кеселді кемшіліктерді әшкере етумен танымал болған. Кемпірбай, Тезекбай, Жәмшібай, Келдібай, Балта, Орынбай, Серәлі, Шортанбай және де басқа ақындармен айтысқан. Үлкен айтыстарда 17 рет жеңіп шыққан. Шөже өрен жүйрік айтыс ақындарының бірі. Шөже айтыстары өзінің өткірлігімен, шынайылығымен, сыншылдығымен көзге түседі. Шөже айтысқа түсіп қана қоймай, арнау өлеңдер де айтқан. Олар: арқадан шығып едім ноғай ғайрып, дәуке осынша не қылды бейілім қашып, жиылған көп жамағат отыр қоршап, ассалаумағалейкум қара бәйтек, бәйтікке кім өсе соған түсер заман ақыр, қос құлаққа ерден батырға сынды өлеңдері бар. Асқақ жыршы, лирикалық, эпикалық дастандарды шебер орындаушы 18